Есте сақтау керек, екі нәрсе бар, және бұл нақты не? Біріншіден, менің ойымша, мұны істеу керек. Қарапайым бол. Біріншіден, бұл қарапайым, екіншіден, бұл логикалық бөлік. Қандай түрі? Сондықтан, мұны есте сақтау керек. Мұның бәрі қарапайым және қисынды. Бағытқа келетін болсақ, алдымен бағыттың не екенін түсіну керек. Бұрыштар жүйесіне келетін болсақ, сіз әрқашан назар аударуыңыз керек. Бұл бағыт аймақтан аймаққа ауысу сияқты. Мұны әрқашан есте сақтаңыз. Мұны есте сақтау керек. Алдымен аймақтан аймаққа өту керек. Екінші аймақ, екінші нөмір. Дәл осы жерде. Мұнда көріп отырғанымыздай, бұл ұялы байланыс аймағы. Ұялы байланыс аймағы бұзылған жерден, біз көлеңкеден көлеңкеге көшеміз. Біз аймақ жасаймыз. Бұл аймақ. Егер сіз осы жерден көре алсаңыз, шам сатып алатын аймақ. Енді мына жерден көрсеңіз, бұл шам сататын аймақ. Сондықтан сату, бұл сатып, алуды бақылау. Көріп отырғанымыздай, бұл аймақ әлдеқашан қалыптасқан. Ол жасушаны жұтып қояды. Осылайша біз бір аймақ жасаймыз. Біз аймақты осылай жасаймыз. Жақсы. Сондықтан есіңізде болсын. Бұл аймақ жай ғана аймақ. Біріншіден, бұл не? Аймақтан аймаққа ауысыңыз. Екіншіден, бұл аймақ тек бір аймақ екенін есте ұстаған жөн. Аймақ пен КМП арасындағы айырмашылық неде? КМП дегеніміз не? Қазіргі нарықтық баға. Нарықта болып жатқанның барлығын біз қазіргі нарықтық бағаға негіздейтінімізді есте ұстаған жөн. Сондықтан, біз бұрыннан бар нәрсеге емес, логикаға сүйенетінімізді айттым. Жарайды, біз шынымен де нарықтағы нәрсеге сүйене отырып әрекет етеміз. Бұл күні біз сізге сыйлықтар береміз. Бұл аймақта бәрі керемет. Сондықтан бұл аймақ жай ғана аймақ деп айттым. Бұл маңызды емес. Бұл аймақ өткен айда болған аймаққа жатады. Маған бәрі бір. Егер бұл аймақ болса, және біз оны тойлап жатсақ, бұл әділ. Біз олар ұсынатын ағымдағы нарықтық бағаны қарастыруымыз керек. Мысалы, көріп тұрғаныңыздай, біз басып алуда сәтсіздікке ұшырадық. Неліктен бұл сәтсіздік орын алды? Бірінші жетістік, екінші жетістік. Есіңізде болсын. Мен сізге басып алудың қалай болатыны туралы айтып бердім. Егер сіз сіңірудің не екенін түсінбесеңіз, алдымен сіңіруді қараңыз. Сіз бұрыннан таныс немесе сіңірумен не болып жатқанын түсінетін, сіңіру жүйесінің дұрыс жұмыс істемейтініне немесе сатып алғаныңызға, сатқаныңызға немесе басқа нәрсеге көз жеткізіңіз. Бұл ең маңызды бөлік. Сондықтан, мен жұтатын дыбыс дұрыс болмаса, таңбалау да дұрыс емес, және бәрі дұрыс емес екенін айттым. Сондықтан, мен мұны айтып отырмын. Сондықтан, есте сақтаңыз. Егер жұтатын дыбыс жұмыс істемесе, баға бірінші және екінші орынға шығады. Баға аймаққа енеді. Әрі қарай не болады? КМП сізге сатып алу құқығын береді. Сонда сіз сатып алуыңызды қайтарып алу үшін шаралар қолдана аласыз. Және жан-жақты сатылымға жол бермеу үшін біз сергек болуымыз керек екенін есте сақтаңыз. Дәл осы жерде де солай болады. Бізде не бар? Күте тұрыңыз. Мен түсін өзгертемін. Міне, бізде жұтатын жасуша бар. Солай ма? Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде көлеңкеден көлеңкеге көшу жүріп жатыр. Неге бұл аймақ жалғыз? Егер сіз аймаққа кіретін түймені басаңыз, ол неге төмендемейді? Неге? Мұндағы қазіргі нарықтық баға сатып алуға ештеңе бермейді. Сондықтан, баға үнемі өсіп отырады. Ал мынау және келесісі, біз мұнда көріп отырғанымыздай, олар не ойнап жатыр? Аймақтан аймаққа. Кешіріңіз, бірінші аймақтан бастап, біз бірінші және екінші аймақтарға көшеміз. Бірінші аймақта КМП сатуға, содан кейін бағаны бұзуға ешқандай нұсқау бермеді. Өйткені бұл жерде басып алу мүмкін болмады. Есіңде ме? Содан кейін баға келесі аймаққа көтерілді. Сондықтан мен айттым, егер КМП сізді осында сатуға жіберсе, онда баға төмендеді. Ешқашан жағдайды сіз ойлағандай қиындатпаңыз. Бұл өте қарапайым.
Сіз ойлағандай қарапайым. Біріншісі аймақ. Екінші аймақ. Бұл жалғыз аймақ. КМП сізге не істеу керектігін, немесе қайда барғысы келетінін көрсетеді. Сондықтан, біз күтуіміз керек. Біз бағаны күтуіміз керек. Бәрі дайын. Сонымен, біз кешегі күнге сүйене отырып, мұнда көріп отырғанымыздай, жоқ, кеше түнде бол. Өйткені, мен жазып жатқанда, қай жерде екенін білмейміз, солай емес пе? Сонымен, мен айтқанымдай, көп уақыт шеңбері. Бұл қызыл нүкте, бұл аймақ. Бұл маңызды емес. Бұл КМП, қазіргі нарықтық баға. Сондықтан, мен қазіргі нарықтық баға маңызды деп айтамын. Бұл КМП. Бұл екі нәрсе маңызды емес. Бұл аймақ. Міне, мысал, біз күнделікті жоспарлаушыдан бастаймыз. Жарайды, күнделікті 4,10-нан. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, қараңызшы, егер сіз оны күнделікті жоспарлаушы сияқты аймақ сияқты сезінгіңіз келсе, солай емес пе? 4-ші және H1 КМП. Сондықтан, сіз мұны түсінуіңіз керек. Сондықтан, 4,10-нан сізде КМП бар. Осылайша, баға аймаққа енген кезде, КМП сізге төменгі мерзімде сатуға құқық береді. Бұл ілеспе хатта көрсетілген. Дәл осы жерде мен сізге бағыт пен аймақтың не екенін көрсеткім келеді. Бұл туралы сәл кейінірек. Мен оны назардан тыс қалдырғаныңызды қаламаймын. Жақсы ма? Мұны есте сақта. Міне, мен мұны әлдеқашан жасадым. Сен түсінесің деп үміттенемін. Егер сіз түсінбесеңіз, оны қайталай аласыз. Жақсы ма? Бұл келесі мысалға арналған. Жарайды. Мен айтқанымдай, аймақ, бұл аймақтан аймаққа дейінгі жалғыз аймақ, және бұл бірінші. Аймақтан аймаққа, екінші аймақ, бұл жалғыз аймақ. Көріп отырғанымыздай, КМП сізге не істеу керектігін, және қайда барғысы келетінін көрсетеді. Бұл дұрыс. Бұл жерде біз мұның қорқыныш екенін көреміз, солай емес пе? Неге? Бірінші жетістік, екінші жетістік. Баспасөз аймаққа еніп жатыр. КМП сізге сатып алу құқығын береді. Біз сатып алу ұсыныстарын осы жерде сату аймағы пайда болғанша қабылдай аламыз. Сіз бағаның сату аймағына қайта оралғанын көре аласыз. Содан кейін КМП сізге сату бағасын береді. Содан кейін сіз өз сатылымыңызды ала аласыз. Содан кейін сатып алуыңызды қайтадан ала аласыз. Өйткені КМП осында. Мен білмеймін. Мұны мына жерден көруге болады. КМП дегеніміз не? КМП дегеніміз не? Біз кейінірек сап туралы сөйлесетін боламыз. Ал қазір мен сізге алдымен бағыт туралы, ең маңызды бөлігі туралы айтқым келеді. Сондықтан, КМП сізге осы жерден сатып алуға рұқсат берсе, сатып алуыңызды осы жерден ала аласыз. Қашанға дейін? КМП сізге ұяшықты сатып алуға рұқсат бергенге дейін. Себебі бұл ұяшықтың ауқымы. Бұл камералар орналасқан аймақ. Қашанға дейін? Қараңызшы, егер прайс мұны тоқтатса, неге бұл жерге бармасқа? Неліктен қазірдің өзінде серпіліс болды? Сондықтан мен қазіргі нарықтық бағаға сүйенеміз деп айтамын. Ол КМП-ге тең. Егер КМП сізге осы жерден сатып алу туралы ешқандай нұсқау бермесе, онда ол неге қымбаттауы керек? Ол қандай жағдай болмасын қымбаттайтыны сөзсіз. Күте тұрыңыз. Қарап көрейік. Бәрі жақсы. Бұл нағыз серпіліс болады. Бұл маңызды емес. Сондықтан, егер бұл жерде болса, онда ГАМП сізге сатып алуға ештеңе бермеді. Демек, баға сатуға арналған. Баға серпілісі аймақ ішінде орын алуда. Сондықтан, бұл қазірдің өзінде сату аймағын басып алу сияқты. Осылайша, бұл жерде КМП төмендейді. Жарайды. Оны қиындатудың қажеті жоқ. Сондықтан, әрқашан аймақтан аймаққа бағытты есте сақтаңыз. Сауда шолуына қысқаша шолу жасайық. Жарайды. Дәл осылай. Бұл өте жақсы үлгі. Егер сіз мұнда көрсеңіз, онда бәрі жақсы. Көріп отырғанымыздай, бұл аймақ. Бұл қандай аймақ? Бұл дұрыс қамту аймағы. Аймақ дұрыс. Бірінші үзіліс,
екінші үзіліс, аймаққа оралу үшін басыңыз. Егер КМП сізді сатылымға шығарса, оны нешеге дейін сатуға апара аласыз? Жарайды. Енді сіз зонаның нені білдіретінін түсінесіз, бұл жай ғана жалғыз аймақ. КМП сізге сатып алу құқығын береді. Біз мұнда көріп отырғанымыздай, бұл жерде көріп отырғанымыз сіңіру аймағы, ал мұнда да сіңіру. Егер сіз менен сұрасаңыз, мен олардың қайда барғысы келетінін, мұнда қайда көтерілгісі келетінін, осында түскісі келетінін, және тілін білмеймін, мұнда көтерілу немесе түсу және мен де білмеймін. Менің білетінім КМП-ге негізделген. Егер КМП осы жерден сатып алуға құқылы болса, мен сатып алуымды осы жерден аламын. Мен сатып алуымды сол жерден аламын. Егер КМП бұл жерден сатып алу туралы ешқандай нұсқау бермесе, мен қарап шығамын. Мен келесі аймақты іздеп жатырмын. Жарайды. Сіз әлі де КМП негізінде түсінбейсіз. Мен білемін. Сіздердің біреулеріңіз түсінетін шығарсыздар, ал біреулеріңіз түсінбейтін шығарсыздар. Сондықтан, мен қазір бұл жай ғана бағдар мәселесі деп айтып отырмын. Сіз түсінуіңіз керек нәрсе, бұл аймақтан аймаққа, ең алдымен бағытқа өту. Бұл үлестірме емес. Жақсы ма? Егер КМП мұнда сатып алу туралы ешқандай кеңес бермесе, онда бәрі жақсы. Баға үнемі төмендейді. Бәрі жақсы ма? Жарайды. H4-ке барайық. Біз мұнда қарай аламыз. Менің саған айтып тұрғанымды түсіну саған оңай болады. Көріп отырғанымыздай, бұл бірінші аймақ, ал бұл екінші аймақ. Бұл екі аймақтың айырмашылығы неде? Бұл жерде көріп отырғанымыздай, олай емес. Сенде әртүрлі жолмен жұтылатын нәрсе бар. Мұнда олардың жұтылуы плюс-минус, жұтылу өрісі бар. Осылайша. Бұл жерде біз оны пайдалана алмаймыз. Өйткені жоқ. Олай емес. Бұл біз пайдалана алмаймыз дегенді білдірмейді. Біз әлі сатып алуды мақсат ете алмаймыз. Өйткені жоғары уақыт аралығында ол сізге берді. Сатып алуға болатын кез келген кеңес. Егер сіз Х1 және 15-ке ауыссаңыз, олардың қызықты сатып алулары бар екенін көресіз. Бірақ біздің уақыт кестемізді есте сақтаңыз. 3 уақыт аралығы. Егер мұндағы аймақ күндізгі кестеге негізделген болса, сондықтан күндізгі Х4-шілігі оң жақта, сондықтан күндізгі H4 оң жақта. Х4 бүтін, оннан содан кейін Х1 болғаннан кейін. Кейінірек, олар алаңға шыққанда, алдымен бағытты есте сақтаңыз. Егер КМП сізге сатып алуға рұқсат берсе, бұл сіздің сатып алуыңызды қай уақытқа дейін жасайтыныңызды білдіреді. Келесіге дейін. Үлкейту. Сондықтан, мен бағаның үлкейту фильмінің ішіне қайта оралатынын айттым. Сондықтан, олар жай ғана ақымақ болып жатыр. Олар үлкейтуден үлкейтуге дейін алдайды. Солай емес пе? Мұны есте сақта. Бұл өте оңай. Мұны қиындатудың қажеті жоқ. Жарайсыңдар. Балалар, бәрі дұрыс. Тағы бір рет. Тағы бір рет. Тағы бір рет. Тағы бір рет. Жақсы. Бұл қайда? Жарайды. Солай. Жақсы. Көріп отырғанымыздай, бұл жерде аймақ, жай ғана аймақ, содан кейін бұл жерде баға серпілісі болады. Неге дәл осы жерде? Бұл сәтсіз тестілеуге негізделген. Неге дәл осы жерде? Бізде бұл жерде шынымен де сіңіру жүріп жатыр. Неліктен баға осында көтеріліп, содан кейін қайтадан аймаққа ауытқиды? Қандай себеппен екенін есте сақтау керек пе? Қандай себеппен? 1 минут күте тұрыңыз. Егер мұны есте сақтау қиын болса, әрқашан басым, сауда үнін есте сақтаңыз. Жарайды, мен әрқашан осылай айтатынмын. Әрқашан басым тонды ойлаңыз. Бұл ЕФ үйі. Не үшін? Мұнда біз төменгі уақыт аралығында сіңіруді байқаймыз. Егер сен маған сенбесең, мен саған H4-тің негізінде барып көрсете аламын. Бұл жерде бізде бұрыштық төлемнің сәтсіздігі бар. Сондықтан баға алдымен төмендейді, содан кейін көтеріледі. Сондықтан мен аймақ дедім. Егер КМП осы жерде, дәл осы жерде берсе,
содан кейін баға осы жерге қайта оралып, содан кейін қай нүктеге дейін төмендесе, келесі өсімге дейін. F-тің күнделікті төмендеуіне сүйене отырып, біз H4-ке көшеміз. Оларда не бар екенін көреміз. H4-те сіңіру сәтсіздігі орын алды. Баға серпілісі аймаққа жақындап қалды. Мінекей, КМП сізге сатып алу құқығын береді. Сіз сатып алуыңызды қайтарып аласыз. Сатып алуыңызды қайтарып аласыз. Жарай ма? Сондықтан дәл қазір немесе бүгін немесе дәл қазір мен режиссура мен оқиға желісі туралы айтқым келеді. Өйткені кеше біз бірнеше уақыт шеңбері туралы сөйлестік. Сондықтан мен қазір режиссура мен оқиға желісі туралы айтқым келеді. Мен бұл тақырыпты аяқтамас бұрын сізге тағы бір мысал келтіремін. 1 минут күте тұрыңыз. Бәрі жақсы, мұнда көріп тұрғаныңыздай, бұл аймақты басып алу, бұл жай ғана аймақ. Бұл жай ғана аймақ. КМП сізге сатып алу үшін қажет нәрсенің бәрін береді. Сондықтан сіз оған назар аударуыңыз керек. Жақсы ма? Егер КМП сізге сатып алуға рұқсат берсе, баға көтеріледі. Жарайды. Менің ойымша, бұл солай. Сіз бағытты түсінесіз, өйткені бұл жай ғана ұсақ түйек. Әрқашан есте сақтаңыз, алдымен аймақтан аймаққа өту керек. Екінші аймақ, жай ғана аймақ. КМП нарықты бақылайды. Сондықтан мұны есте сақтау керек, солай емес пе? Сен түсінесің деп үміттенемін. Рахмет. Және тағы да рахмет. Дәл не, қарағаныңызға рахмет. Сондықтан біз сап деп аталатын келесі тақырыпты талқылауды жалғастырамыз. Бәрі жақсы. Рахмет балалар. Сау бол.